Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін біз сіздермен синнабон тоқашын дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне дрожжиді саламыз, құрғақ. Оның үстіне 1-2 қасық қантты салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 1-2 қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып, аппара қылып қойып қоямыз. Міне біраз көтерілгенше тұрсын, біз келесі заттарымызды дайындаймыз. 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Енді үстіне 75 грамм қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай көтерілгенше араластырасыздар. Енді миксердің басын ауыстырып аламыз. Нан илейтін арнайы осындайды саламыз. Майдың біраз бөлігін алып қаламыз. Қалғанын ішіне салып, жақсылап араластырамыз. Кішкентай қасық тұзымызды саламыз. Үстіне ванилинді қосамыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне бағана қойып қойған аппарамызды құямыз. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін столдың үстіне салып жақсылап илейміз. Жақсылап илеп болғаннан кейін қолымызды жақсылап жуып аламыз. Міне тестамыз қолымызға жабыспайды. Оны бөлме температурасында 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгені дұрыс. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Қант қосамыз, оның үстіне корицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Енді столдың үстіне біраз ұн сеуіп, міне біздің тестамыз көтерілді. Соны 2-ге бөліп, жақсылап илеп аламыз. Сосын осылай жұқарақ қып жаямыз. Қалыңдығы осындай 3-4 мм болады. Енді бағана алып қалған майымызды осылай үстіне жағып шығамыз. Одан кейін жаңағы салмамызды қант пен корицаны барлық жеріне жайып салып шығасыздар. Енді шетінен жақсылап орап рулет қыламыз.
Енді арасын 4-5 см қылып бөліп аласыздар. Енді ыдысымызды күнбағыс майымен астын жанын барлығын жағып аламыз. Асты жабысып қалмас үшін. Сосын араларын біраз ашып саласыздар. Өйткені көтерілгенде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Міне синабон тоқашымыз пісті. Енді бетіне кремді жағамыз. Мен творожный сыр мен сахарный пудраны араластырып жасадым. Барлық жеріне жағып шығасыздар. Духовкадан аласыған кезде ыстық күйінде жағамыз. Міне біздің синабон тоқаштарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.